корей тілінде бір айда оқып сөйлеуге үйренуге болады деп айтсам сенесіздер ма? Сенбейтін шығарсыздар, бірақ бұл рас нәрсе негізі. Өйткені корей тілі өте оңай. Өте оңай. Қытай, жапон тіліндегідей иероглифтер, бір қиындықтар жоқ сияқты меніңше. Бірақ енді мен ол екі тілді үйреніп көрген жоқпын, бірақ примерно айтып жатқанмын, көбінің айтуы бойынша солай. Сосын бізге қазақтар үшін кәріс тілі негізі жеңіл. Өйткені ол жақта ың деген әріп бар осындай. Ол көп тілде ондай әріп жоқ қой. Жазылуы әртүрлі, бірақ звучаниесі бір-бірдей. Сондықтан бізге вообще қиындық туындатпайды. Сол. Мен енді бұл видеоны негізі бірінші әйтеуір бір видео салайын дедім, өйткені өзім білмеймін не түсіргім келеді. Сондықтан мені қолдап қойдыңыздар, өтінемін. Алдын ала рахмет. Өйткені мен мінсіз кадр, мінсіз бір моменттерді түсірем деп, қалай айтсам екен, уақытты қалдырдым ғой босқа. Каналды қарасаңыз болады, мысалы астыда неше түрлі видеолар бар, бірақ ол мен емес. Мен емес сияқтымын. Өйткені ол жақта мен бір қайдағы жоқ әңгімелерді айтқан жоқпын мен. Просто бір кадрлар әдемі түсіргім келді. Жоқ, конечно, маған ұнады ол нәрсе, бірақ ол менің салғым келетін нәрсе емес. Менікі осы өзімді жайлы айту, біреулерді тану, көмектесу деген сияқты. Бірақ мен, конечно, бір күшті бір көмектесем деп айтамын, өйткені кәріс тілін өзім нөлден енді дұрыстап бастап жатырмын. Бірақ әріппен мен ауырғам, кәдімгідей. Жақсылап әріптерін үйреніп алдым, бірақ ары қарай мен жалғастырған жоқпын. Сол. Мен түсіп баратыр ғой. Осылай дұрыстап алайыншы, осылай дұрыс сияқты. Солай. Мінсіз кадрды күтіп керек емес, оның бәрі иллюзия, балалар, қыздар. Егер бірдеңелерді бастағыларыңыз келсе, деп ақыл айтпай қойын, енді өзім ғой, енді бірінші видеоны бастап отқан, иә. Мен ұзақ, осы 1,5 жыл бойы бір мұнша ұнамайтын жерде жұмыс жасап жатырмын енді, бірақ енді шүкір, рахмет. Қалай еді, счеттарым жауып жатыр демекші, квартирама төлеп жатырмын, оны мен ішіп жеп жатырмын, киініп жатырмын, рахмет. Бірақ енді бір не только материальный жақсылық әкелетін, но и душевный жақсылық әкелетін бір жұмыс керек негізі. Бірақ әлі іздеу үстіндемін енді. Осы ютубтан бастап көргім келіп жатыр. Мүмкін бір маған ұнар, түсіру, айту. Мынау маған ұнап тұр кәдімгідей. Өзімді айтып жатырмын, күшті. Негізі сіздерге тыңдауы білмеймін енді қалай отқан. Надеюсь, не сложно деп па. Сосын ең басты енді тақырып бүгінгі тақырып енді бізде кәріс тілі. Кәріс тілі негізі мен айтып тұрмын ғой, нақты бір планым болған жоқ кәріс тіліне деген. Бірақ егер сізде болса, мысалы Кореяға оқуға түсем, просто білмеймін енді, кәріс тілін білгім келеді деген бір мақсатыңыз болса, онда үйрену оңай. бір ай максимум. Егер дұрыстап күнделікті күнде бір сағаттан 40 минуттан бөлсеңіз, өзіңіз уақытты өткені оңай. Менімше. Мен бастап атқанда маған оңай көрінді енді. Бірақ енді өтірік айтпай қояйын, әріптерді басында үйрету ол 2, 3, 4 жылма өтіп кетті ғой. Ол кезде Drops деген программа болды. Сонымен үйрендім. Негізі әріптерді барлығын. Сондықтан қазір маған айту оңай енді. Бұлай негізі сіздерге сенем, оп-оңай барлығы. Тілдегі әріптермен бастайық. Енді бізде общий 24 әріп бар, простой. Қалғандарына енді келесі видеода уақыт бөлеміз. Бір 4 күннен кейін ба. 24 әріп, оның қазір айтамын, 10-ы дауысты. Мен даже қағаздан қарап жатырмын. Бұлай негізі енді әрқайсысын бүйтіп бұлшет еткізіп көрсетсем, мынау А, мынау Б деп айта алады. 14 дауыссыз. 10 дауысты, 14 дауыссыз. 10 дауыстыға А, О, Йо, Я, И, И ғой кәдімгі И. Мо, У, Йо, Ю деген әріптер жатады. Оп-оңай, барлығы уже құлаққа естілген әріптер ғой бұның барлығы. Просто бір айта кететін момент, жаңа мен О, и одан кейін тағы О дедім ғой. Ол мынау О жақ төменге түседі. О, и мынау О жатып тұрған О. Оны қалай айтуға болады, ерінде трубочка қыламыз ғой бүйтіп. О,
о. Примерно суть уловили, надеюсь, да? Мен қазір өзімде тыңдап көрем, различие бар негізі. Мына жақта былай ғой енді, әріп дыбыс мынандай тесіктен шығады, мына жақта мынандай тесіктен шығады деп айтам ба? О. Иә деп өзімді ақтайды дейсің ғой. Сосын қалай дедім мен, тоже солай йоны айттым, сосын тағы йоны айттым, иә? Ол йо тоже сол әңгіме жақ төменге кетеді. Йо, мынау йо, трубочка болады. Йо. Болды, негізі. Мен басында бірақ жаман қателесетін тұғым. Мынау неге о мен о, неге екі о, зачем это деп. Бірақ оңай болып шықты енді. Мынау созыңқырап айтылады, мына жақта қысқа. Жаңағы түсіндіргендей ғой. О. Басында бірақ қиын болды енді. Бүйтіп түсіндіретін адам болған жоқ екен. Көбіне орысша болды. Сосын мен дұрыс түсіне алмадым. Сосын келді бір маған озарение деп па. Бұлай қалғандары уже бірінен бірі бөлек әріптер. Сосын 14 дауыссыз. К, Н, Т, Р. Р бұл жерде еще Л деп та оқылады. Қандай сөзде қай әріптен кейін тұрғанда байланысты. Оны әлі де қараймыз. Р дедім. М, П, С, Ң. Мен айтпақшы айтқаным. С, Ң. Біздің білетін ың. Ч, Ч, К, Т, П. Вот осындай. И соңғы осы 5 әріп. Ч, К, Т, П. Төртеу ма? Ойбай, кешірерсіздер. 4 әріп. Придыхательный деп айтылады. Жел өкітті ғой. Придыхательный деп айтылады. Кеудеден ауа шығады, оны айтқан кезде ше. Андай не көрген жарсыздар бүйтіп ше. Бүйтіп қағаз қойып қояды да, кәдімгі К-ны айтады. К деген кезде вот не қағаз қозғалады деп өздерінше көрсеткен ғой. Это очень хорошо, ол кезінде болған жоқ. Ондай лайфхак. Сол К, кәдімгі К танисыздар, и К. Просто бір сызық қосылып кетеді. И уже придыхательный. К. Болды. И Т кәдімгі. И бір сызық қосылып кетеді. Т. Придыхательный тоже. П. Осылай. Ч тоже жаңағы көрсеткен Дж. Просто ауамен шығады. Ч. Вот солай. Сосын 5 әріп бар тағы. Усиленные, согласные деп аталады. Ол тоже жаңағы бір тема. К, Т, П, С, Дж деген әріптер просто екі-екіден жазылады міне. Т. Қаттырақ қой бұлай. Қалай айтсам екен, ауызды напрягать етеміз. Или кеудені ма, білмеймін. К. Жаймендеп үйреніп, мына видеоны қайталап қарай берсеңіздер. Или сұрақ болатса, жазып жүрсеңіздер болады. Бөлек-бөлек әр әріпке видео түсірерім, может быть. Но бұлай негізі. Мен енді білетін болғасын, как будто маған оңай сияқты. Мен енді репетитор емеспін. Жай өзім самоучкамын ғой, сіздерге жай көмектескім келген. Өйткені қазақша контент негізі кәріс тілінде сәл аздау. Сол. Бұлай білет сияқтымыз, иә. Сосын енді 11 дифтонг қылып, бірақ олар қалай айтсам екен, сложный деп, қиын деп айта салама. Қиын дауысты. Кәдімгі дауыстылар. Жаңағы мен көрсеткен о, а. Бір дауысты әріп, екінші дауысты әріп. Вот екеуі қосылған кезде қиын дауысты әріп болады. Дифтонг деп аталады әдейі. Оларды енді келесі видеода түсіреміз, өйткені бүгінге бұлай жетеді ғой, бұлайынан жетеді. Біз қанша? 29 әріпті үйрендік бүгін. Әрқайсысы оңай, енді айттым ғой, бұлайынан көп иероглифтер жоқ. Жай Н, Т, мысалы П. Оларды жазып, баяғыда менде бір дәптер болған. Жазып, и астына қазақшасын жазып қоям. Сөйтіп жаттайтын тұғым. Но дропсты жақсы негізі. Дропсты да жазып алып, тоже қарауға болады, практиковать етуге болады. Кәріс алфавитін. Алфавитті біліп алсақ, болды ары қарай сөйлеу, бір оқу деген оңай негізінде. Бар енді кейбір сөздер, анаяқта бір ережелері бар, оларды енді тоже қараймыз. Пока мен өзім білмеймін оларды. Сосын дифтонгтар деп айтадырым ғой, ол да маған деп айтсам, стресс деп айта алмаймын енді, мынау сәл қиындау болды оны оқу. Дифтонгты қазір мен даже дұрыс білмеймін. Сондықтан өзіме 4 күн беремін.
дифтонгтарды бір кішкене неге олар бір-біріне ұқсайды, в общем, дифтонгтар жайлы бір видео болады. Все, бүгіндікке болды енді. Келесі видеода кездескенше сіздерге сәттілік тілеймін, жеңіл изучение тілеймін. Бастадыңыздар ма, тастамаңыздар, осы беттеріңізден таймаңыздар. Тіл үйрену негізі қызық. Мен өте қатты тілеп жүрмін негізі кәріс тілінде кәдімгідей свобода сөйлеп, түсінуді қалап жүрмін. Мынау бұйырса болады, сіздерде де болады. Удачи!